Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Арнаға жазылып, мені қолдай отырыңыздар. Күйік, детективті хикаят. Асығып келеді, дәлірегі ұшып келеді. Осы келіншектің өзін іздеген лебізін естісе бітті. Ентігуі күшейіп, бегіректе қанатын қақпай, қалықтаған құстай, аяқ қолы жерге тимей ұшып жетеді. Ал жайшылықта да үйінде қашан оңаша қалар екен, мені қашан шақырар екен дейтін қиялмен үздіккен аңсауы үзілмейді-ау. Неге сонша ынтығуының сыр-сиқырын өзі де айқын емес. Бұлдыраған сағымды дүние. Ойнастыкі дейтін әнебір қырқылжың сөзді иттің етінен жек көреді. Өзінің таразылауынша, мұның Айсапармен арасындағы жарасқан іліктестік әлгі құлаққа түрпідей, жүрекке тырнай тиетін жамандатқыр сөзге маңайламайды. Екеуі бір-біріне кірбіңсіз іңкәр. Кеше ұялы телефонына хабар жазған. Анау таңертең пойызбен Алматыға құриды. Әрі кеткенде сағат 11:30-12-де жеткін. Күтемін, деп. Мына күтемінің соңында қойылған 3 нүктенің арасында екеуі ғана бастан кешетін. Тілмен айтып жеткізуі екі талай рахатты сағаттар жатыр ғой. Шіркін-ай, оның ғажабын бізден басқа ешкім сезін алмас. Әттең айы, әлгі сағаттық қауышуларын күндерге жеткізе алмай шерменде. Онда күйеу, өзінде әйел бар дегендей. Ашық аймаласулары мұң, шынжырсыз байлаулы. Әйтпесе, таңертең жұмысына барысымен әр нәрсені сылтау етіп бастығынан сұранды. Біраз қисақтағанымен түстен кейін кешікпеуді ескертіп, ақыры босатты. Содан алып ұшып жеткені осы. Ол әлі манаурап балқып жатыр мұны тосып. Артық кілттің біреуін беріп қойған әлдеқашан. Сонымен есіктің сықырын білдірмей ашып, тырдай шешініп, қойына бірақ сүңгейін деген ынтығуға масайған көңілмен жеткен қошқар бәрін дәл өзінің ойындағыдай жасады. Сырттан ың-шыңсыз кіріп, деміне дейін ішіне тарта, табалдырықтан аттады. Дәліздегі киім ілгіштің маңына лыпасынан басқасын түгел сыпырды. Жасаулы үстелге көзі түскенде, келіншектің өзіне құлаған пейіліне ризашылығы күшейе іштей, еміренген жүрегі бұрынғысынан да масайды. Содан аяғының ұшымен сидаң-сидаң қозғалып, жатын бөлмеге сабырсыз еніп, төсекке де жетті. Қалың ұйқыдағы аруының бетін жартылай жапқан жастықты еппен алды да, оны өзінің жайласпақшы жағына жайлатып қойды. Шалқасынан жатқан келіншектің жамылған ақ жаймасын көтере, қойнына кіре құшақтаған қошқар кеудесіне екемдей аудара қысқан. Манадан мұның келгенін білсе де, ұйқыдағы қалып танытқан кейіпінен өзгеріп, енді наздан аймалауын аңсай деміге ентігіп, сонша құштарланғанда. Бірақ әйелдің ыстық лебі мен жалыны шарпыған құшақтың орнына мұп-мұздай емшектің ұшы құмарлық кернеген кеудесін қарып жібергенде, қошқар селк ете шошынды. Емшектің ұшы ғана емес, келіншектің тұла бойының сонша аңсатқан жылу емес, ап-анық сезілген сап салған лептен енді күллі денесі қалтырасын. Шошына ұшып тұрды да, «Айсапар!» деп айқайламақшы еді. Бірақ үні шықпай, есібін күбірлеумен қайталай, биік төсек ағаштан сырғып түсіп, тізерлей шоқиған күйі келіншек жаққа тағы да көз тоқтатты. Ешқандай тіршілік нышаны сезілмейді. Кенеттен бүкіл бөлменің ішін ызғар кеулегендей, буын-буыны қалтырай дірілдеп, шөкілеген күйінен көтеріле бере, киім ілгішке бүгежеңдей ұмтылды. Апыл-ғұпыл киініп жатқанда, қалтасынан бір нәрселер сылдыр-сылдыр етіп жерге түскендей болды. Бірақ оған назар салуға әлі жетпеген көйлек шалбарын асыға аптыға жүре киіп, ұшқарланды да нәскиін қалтасына ұмар-жұмар тықты. Аяқ киімінің қолаң таяқ сіресінен баса сұққан күйі, сыртқы есікті серпе жауып, алды-артына қарамай, ала перен дедектей көшеге атып шықты. Әлгі Айсапар өліп қалған ғой. Неден өлді? Жарау байталдай, оның бір жерім ауырады дегенді естімеп едім. Сонда бір өлтірген бе? Полицияға хабарлассам қайтеді? Онда өзімді өзім ұстап бермейін бе? Менің бөтен келіншектің өлігі жатқан үйге қарым-қатынасымды білсе, төркіні мықты әйелі бір-ақ сәтке тұтып жеп қойыр. Құрсын, өлтіруші мен емеспін ғой.
Керек болса қылмыскерін полиция өзі тауып алар. Тып-тыныш ақырын күтейін деді де уақытты білмекке ұялы телефонын қосты. Түскі үзіліске жарты сағаттай бар екен. Дегбірі қашқан өзінің маңадан жол бойындағы талға арқасымен сүйеніп тұрғанын енді ғана аңғарды. Дереу теңселіңкірей басып, қарсы беттегі аялдамаға өтті. Жолаушы екеу ғана екен. Теріс қарай отырып нәскиін, туфлиін жөндеп киді. Әбден шошынған көңілін билеп, сасқалақтауын басып, сабырлы күйін тапқанша таныстардың көзіне ілікпеген абзал. Жұмысына түс қайта кешікпей барса, ұпайының түгелденгеніне есеп жасады қошқар. Көп ұзамай аялдамаға бірінші тоқтаған автобустың қай бағытқа жүретініне де назар аудармастан асыға мінді де, соңына қарай жылжып, бос орынға сылқ етіп отыра кетті. Оспан Алматыға таңертең келді. Пойызбен. Қызық. Пойызға әр мінген сайын Сәкен Сейфуллиннің «Біздің тұрмыс отарба» деген өлеңі тіліне оралады. Мектепте әдебиетшіл ағайы осы өлеңді жаттатқан. Содан есінде өшпестей хатталған. Жол ұзақ, отты жақ, зулап бақ, қатты шап, тра-та-тат, 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 тақ-тақ-тақ, тақ-тақ-тақ деген өлең жолдарын сабақтағаны емес, үйінде де жатқа айтып, қой мен қозының соңында тра-та-талап, құйындата шапқылап жүретін. Сол алаңсыз балалық шақтың қалған әсершілдігі болар. Жолаушы шығып, пойыздағы жатын орнына жайғаса салысымен, жасынан әлдилеген осы сарының тербетуімен темір доңғалақтарын дүрсіліне де, бүлкіліне де, анда-санда шайқап-шайқап алатын бұл таңына да қынбастан алаңсыз ұйықтай беретін. Бұрын бұл жолы ондай тыныштық зарқатқа айналды. Пойыздың әбден дағдыланған жайлы төсегіне симағандай аунақшып, әйелін ойладым-ау, үйіне алаңдадым-ау, әйтеуір дөңбекшімен таңда ұйқысыз жатырды. Әуелі осы шала ұйқысын түгелдеп, демалғаннан кейін негізгі ісіне кіресуді жөн санаған. Содан вокзалдың іргесіндегі қонақ үйге орналасты да жастыққа бас қойды. Бәрібір тыныш ұйқы мұнда да бұйырмады. Сондағы алаң көңіліне әйелінің үйленіп, тұрмыс құрып, бөлек-бөлек кеткен ұлдары мен немерелерінің қайта-қайта орала бергеніне таң қалды. Бұрын соңды үйінен ұзап шықпаған көрмәлік құсап не болды маған, деп телефонын құлағында отырды. Әйелі Айсапарға қоңырау шалды. Жауапсыз. Тағы да 4-5 мәрте пәтерінің телефонын мазалады. Бәрібір тілдесе алмады. Келген жұмыстарын тындырмаққа қала аралап кетті. Оралған соң тағы да телефонын шұқиды. Әйелінің бір өзі емес қой, біреу-міреу келген шығар ендігі. Солардың біреуі қалайша телефонды көтермейді? Қалайша соншама ащы дыбысты естімейді? Әңгімеге әлде басқа қызықты елтіп, мына менің бар жоғымды ұмытып отырма? Деп те ызаланып ойлады. Содан тырс еткен үнін естімеген әйелінің де үйінен де күдер үзіп, не де болса барған соң көріп алар, неге үнсіз соншама мелшигенін, деді де іс сапарының аяқталуын күтті алаңдаусыз. Жұмысы бітісімен шым қалаға асықты. Пойызда бір түнін өткізгенше таксиге отыруды жөн санап, күн батпай-ақ үйінің алдына түсіп қалды. Мен келдім, сен қайдасың? Телефонға жауап бермегеніңе қарағанда сет ұстамайтын ауылға кеттің бе? Дегісі келіп өзінше сүрприз жасамақ ниетпен телефон соқты әйеліне. 6-шы қабатқа лифтмен көтерілгенше құлағынан алмады телефонын. Бәрібір жауап болмады. Таңырқырай пәтерінің алдына келіп тың-тыңдады. Тым-тырыс. Құлыпқа кілтті салып екі бұрады әдеттегідей. Ішке кіргенде бір түрлі күлімсі естен демі тұншықты. Дереу бөлмелерді аралағанда жатын жайдағы әйелін көрді. Бет аузы бырысқандай. Әсіресе көзі үңірейе төмен түсіп кеткен сияқтанды. Айсапар, деп дауыстай аяғын ұстағанда былқылдаған буыны үзілгендей, үстіне жамылған жұқа жамылғы терісіне жабысқандай сезілгендей ғана әйелінің өліп жатқанын білді. Құдай-ай, деп қатты ышқына дауыстаған күйі телефонына жармасты. Полицияда жедел жәрдемде тез келді. Әйелінің қазасын естіген сәтте жеткен полиция қызметкері өзін майор Едіге Нарұлы деп таныстырған. Содан біраз сұрақтармен мазалаған әлгі тергеуші тағы да келген. Қайта-қайта мені жағалағанша Айсапарды өлтірген Қазперді іздемей ме? Ол кезде
Алматыда жатқан бұған тағы да нені біле қоймақшы? Деп іштей назаланғанымен тәртіпке бағынуға дағдыланған басы сұраққа назар аударды. Сіз кеткенде апай ұйықтап жатыр ма еді? Иә, ұйықтамағанда не істейді? Құдайдан қолы бос. Сонда еш жерде жұмыс істемей ме? Зейнетке деуге келмейтін сияқты. Маған 18-де тиді. Содан бері шөп басын сындырған емес. Жолаушыламақшы сізді шығарып салды ғой. Еш уақытта, еш қайда шығарып салғанда, қар салып, ала өкпе болғанда емес. Есікті құлтап кеттіңіз бе? Я басы, я аяғы жоқ не болса соны сұрай берген тергеушіге іштей түйілген Оспан енді қатулана сөйледі. Несіне құлыптаймын оны? Есікті жапқан сәтте іштен тас бекітіліп қалады. Жұмысынан оралғанда өзім сыртынан кілтпен ашамын. Сіз айтқандай сыртынан жапқанда құлыптанбай ашық қалып кетуі мүмкін бе? Ондайын байқамаппын. Сіздің кілтіңіз қайда? Өзімде есікті сол кілтпен ашып кірдім ғой. Сапарда жүріп, жер ортасы Көктөбеге жеткенде кілт жоғалтсам, үйге қалай кірмекпін? Жер ортасы Көктөбеңіз қанша сонда? 100-дің жартысы Көктөбе емегенде, не шырағым-ау, енді 50 жыл жасамайтыным Аллаға да, маған да аян ғой. Деген Оспан енді бір сәтке өзінің дәл қазіргі қайырлы халден тез арылып, жағдырай сөйлеген байқады да, «Ей Алла, күнәһар пендеңнің әлсіздігін кешіре көр», деп іштей тәу етіп қойды. Тергеуші енді, сыртқы есіктің кілті қанша және де кімдер ұстайды? Деп басқа нәрсені сұрады. 4-еу ғой әдеттегідей. Дүкенде солай сатылады емес пе? Біреуі әйелде, екіншісі менде, 3-ші кілті... Деген Оспан қатулана жан жағына қарады да, 3-шіде, 4-шіде кілт әйелімде болатын. Мұна суырмаға салған сияқты еді. Деп оны ашты да ішін ақтарыстыра қарап, сыңар кілт тауып алды. Содан соң тергеушіге қарап, 4-ші кілт мынау, 3-шісі жоқ. Оның қайда екенін кімге берген білетін әйелім ғана. Ол өліп жатыр. Осы 3-ші кілттің иесі-ау бәрін бүлдірген. Ол кім, сіздіңше? Ойбай-ау, қайдан білейін? Білсем саған бірден айтпайым ба? Үйден ештеңке жоғалмаған ба? Алматыдан іссапардан оралып, есікті ашқаным қазір. Мынандай жағдайда дүние түгелдеу мүлдем ойыма да келмепті. Бірақ бізде басы артық мүкәмәлдің болмағаны айқын ғой өзіме. Тонауға қызығатындай бағалы заттың жоқтығын айтыңыз. Онда әйеліңізге де қандай жағдайға байланысты өлтірді дейсіз? Неге біреу өлтірді дей бересің? Мүмкін ауырып өлген шығар. Деген Оспанның сөзінен соң денесі іркілдеп, босай бастаған келіншектің мәйіті экспертизаға әкетілді. Қонақ күтуге әзірленген үстелдің үстіндегі тамақтың бәрі де жарамсызданған. Бір ерекшелігі, бұл жерге ешкім отырмаған да, дәм де татпаған. Сусындар да, арақ пен коньяк та ашылмаған күйінде тұр. Сіз таңертең кеткенде әйеліңіз қонақ күтуге дайындалған сияқты ғой. Үйге біреуді шақырамын деп пе еді? Жоқ, онда ештеңе айтпаған. Мүмкін, мен бұл маңайдан ұзағаннан кейін ойына біреулер түскен шығар, күте алмай жүрген. Деген Оспанның үні ызалы естілді едігеге. Тағы да оралатынын ескерткен тергеуші ертерек экспертизаның қорытындысын алу үшін шығып кетті. Осы аралықта Оспан бөлмелерді түгел сүзіп аралады. Дәліздегі келмегіштің астынан тауып алған үйдің кілті мен біреудің аты жөні жазылған бейджикті ешкімге көрсетпеген күйі целлофан қалтасына салып, өзінің қол сөмкесіне тықпыштады. Әйелдің тұншықтырылып өлтіргені жазылған экспертизаның қорытындысы мен бірге әкелген иістеніп бұзыла бастаған мәйіт бірденнен жер қойнына тапсырылды. Айсапардың 7-сі өткенше пәтерінен ұзамаған Оспан 8-ші күні такси ұстап, қаладағы көп жекеменшік газеттің бірі Қайрақтың редакциясына барды. Қарауыл ішке өткізбеген соң тілші Қошқар Мошқаловты шақыртты. Терезеден аулаға көз тастап, қазіргі кездесуді ойлап, көңілі алабұртып тұрғанда, ту сыртынан «Мені шақыртқан кім?» деген дауысқа жалт қараған ол, күткен Қошқарымен бірге бетпе-бет келді. Мұны көргенде еріксіз шегіншектеген оның қолынан ұстай алған Оспан: «Бажеке, неден шошындың? Үркектемей қызмет бөлмең оңаша болса баралық, зәру жұмысын бар», деді ызбалана күліп. «Бөлме оңаша емес. Бастыққа ескертіп сұранайын, сыртта жолығайық», деген ол қайтадан ішке зып берді. Сәлден соң шықты. Әлгіндегі сасқалақтаған реңі басылған, әлденеге тас түйін түйілген күйімен Оспанды қолтықтай сыртқа сүйрегендей қосарлана жүре берді.
Бір көше айналғаннан кейін сквердегі оңаша орындықтың жанына кідіріп: «Отырып айтыңыз арманыңызды, жасыңыз үлкен ғой», деді Оспанға орындықты нұсқай. «Ілтипатыңа рахмет», деген ол шынымен де алаңсыз жайласты орындыққа. «Ал не айтпақсыз маған оңашалап? Бұрын көшеде айқайға басатын едіңіз, енді жұмысыма келетін болғансыз ба?» «Бұрын мен саған ұрыстым рас, тіпті жалындым да. Отбасымды бүлдірме, әйеліме жолама, көздерінше анасын әр жаққа ертіп кетіп, бала шағамның жүзін төмен қаратпа, менің еркектік намысыма тиме, естіген елден ұят» дегенімде, ұрғашыңа ие бола алмағаныңа кінәлімін бе? Ол әйелге мен де өліп өшкен ынтықпын. Тіпті сенен де артық жақсы көремін-ау, деп мазақ еттің ғой. Мен әйеліңмен арадағы шын жағдайымды айттым. Сен екеуміздің махаббат машақаттарымызды мұнда біліп жүрсің ғой. Ал біздің ғашықтық романдарымыз менің бойдақ кезімнен, оның саған күйеуге тиіп, екі балалы болғаннан кейін басталған. Өзім үйленген соң әуелейлігімді қоямын ғой дейтінмін. Бірақ бұл әшейін әуелейлік емес, нағыз махаббат екен. Қоя алмадым. Бауыр басып қалыппыз. Ал маған не қыл дейсің? Сен журналистсің ғой. Газетіңде үнемі адамгершілік, адалдық, отбасындағы бірлік, баланы жақсылыққа тәрбиелеу туралы жазасың. Бірақ сөзің мен ісің екі жаққа бұт айырылып тұрғанын білсең де, жаның шімірікпей қалай қалам сілтейсің осы? Молданың айтқанын істе, істеген істеме деген мен шығарғаным жоқ. Молдамыз сен сияқты болса, мына дүниеде азғындамаған ештеңе де қалмас сірә. Құрсын бәрі де. Сендей шошымалды, ұшына қағынғандарды жөндеу қолымнан келе қоймас. Мына сұраққа бір ретте адал пейілмен жауап берші. Менің әйелімен соңғы рет қашан, қай жерде төсектес болдың? Менен енді соның есебін алайын дедің бе? Бір жерге есеп тапсырмақсың ба? Охо, өте дұрыс айттың. Шынымен де менің сонда есеп тапсыруым керек екен ғой. Тапсырамын. Қайда? Кімге тапсырмақсың? Деп енді Қошқар без ете қалды. Әйеліңе барып өзімді қоса масқаралайды деп ойлама. Барсам баяғыдағы жететін едім ғой. Байыңды тиіп ал дегенді айтып, жыламсырап жалынып. Осыған дейін кімге барарымды, кімге қалай шағынарымды біле алмайда, таба алмайда жүредім. Енді таптым. Күн ертең полицияның табалдырығын аттап, бәрін жаямында тастаймын. Содан ары әйелінің өзі де естейтіні даусыз. Полицияға не демекшісің? Әйелімнің қойнан шықпайды дейсің бе? Иә, әйелімнің қойнан қайта-қайта жатып жүріп, соңғы келгесінде келісе алмаған ба өлтіріп кетті деймін. Дегенде бағанадан өзінікін ғана дұрыс санаған Қошқар көзі алақтай Оспанға қарады. Не деп тұрсың? Әйелінің өлгенін менен көріп, кегіңді қайтармақсың ба? Солай десем де болады. Айтпақшы, осыған дейінгі әңгімелеріңнен ештеңе сездірмеуге жалтақтағаныңмен, әлгіндегі сөзіңе қарағанда, сен менің әйелімнің өліп қалғанын білетін сияқтысың ғой. Неге көңіл айта бармадың ғашығыңның қазасына? Менімен қатар тұрмадың ба? Беліңе белбеу бойлап, таяққа сүйене жоқтаспадың ба? Екеулеп боздағанымызда бейшараның аруағы риза болмас па еді? Пәлеңді жаппа, сенің әйелің өлгенін мүлдем білмеймін. Қалай білмейсің? Пәтердің бір кілтін әйелім саған тапсырған екен. Ол қалтаңнан түсіп қалыпты. Ең кереметі, Қайрақ газетінің тілшісі деген бейджігіңді келімлігіштің астан тауып алдым. Өлтірген соң дүниеңді түгелдеуге шамаң жетпей қаша жөнелгенсің ғой. Қандай бейджик? Көрсетші кәне, деді енді шынымен де әптер пәтері қаша бастаған Қошқар. Мынау көшірмесі, оригиналды тығып қойдым, деген Оспан Қошқардың көзіне жылтыр қатырма қағазды тосты. Иә, бұл ақиқат өзінің бейджігі еді. Әңгімені енді мұжытпаймын. Шарт біреу, маған $100,000 бересің. Іс шабулы күйінде қалады. Өлтірсең де ондай ақша жоқ менде. Бәрін бүгін қолыма ұстат демеймін. Шетінен әр кезге әзірлеп қоясың. Мәселен, ертең $1,000,000 әкелгін. Одан әрі қарай 2-3 миллион деп өсіп кете береді. Тоғы тері былай. Ертең тағы да соғамын. $1,000,000 дайындап отыр. Арғы жағында 3 ай мерзімде 2 миллионды ұсынасың. Солай ұзынан жалғастырамыз ба жеке? Түсіндің бе? Ертең біздің алақанда $1,000,000 жатсын, деген Оспан қоштаспаған күйінде кетіп қалды. Ертеңіне Оспан Қайрақ газетінің табалдырығында тұрып, қарауыл арқылы Қошқарды шақыртты. Ол да етек жеңін жинап отыр екен. Сыртта жолығысымен-ақ қағазға ораулы ақшаны ұстата бере бейджігін сұрады.
100.000 көк қағаздан қашан құтылады, сонда алатынын айтып, теріс айналған күйі такси шақыртқан Оспан ат басын қалалық ішкі істер басқармасынан бір-ақ тіреді. Айсапар Айнабек қызының ісін өткендегі тергеуші Едіге Нарұлы қарауын алған екен. Мен өзіңізбен тағы да жолығып, әйеліңізге қатысты 1-2 мәселе бойынша сөйлеспекке, әрі оқиға орнынан қайталап көрмекке пәтеріңізге іздеп бардым. Үйдегілер бір жаққа шығып кетті деді. Бірақ қайда баратыныңызды айтпапсыз. Міне, сен іздесең, мен де өзіңді іздеп келдім. Қайда барғанымды айтуға келдім. Деген Оспанға Едіге елеңдей қарады. Иә, қайда барып едіңіз? Әйеліңіздің жағдайына байланысты ма? Дәл солай. Қысқасы, мен әйелімді кімнің өлтіргенін таптым. Сенімді сөйлеуіңізге қарағанда, дәлелді фактілеріңіз бар ғой деймін. Факті дегеніңіз мынандай болмай ма? Деді де Оспан тергеушінің алдына кілт пен бейджек салынған целлофан қалтаны және де қағаз оралған бір бума ақшаны қойды. Бұл заттарды кімнен, қандай жағдайда, қашан алдыңыз? Бірінші, мына кілт біздің пәтердікі. Бұл талайдан жалғасқан ұзақ әңгіме. Бірақ оның бәрін мыжып жүйке жүйесімен сөйлесем, тыңдауға сағат емес, тұтас бір күн жұмсайсыз. Әрі оған менің де нервім шыдамайды. Сондықтан тоқетерін бірақ айтайын. Әйелімен бір жігіттің ашына екенін сезетінмін. Бірақ ұсталмаған ұры емеспен лажым құрып жүргенмін. Мен Алматыға кеткен күні әйелім оған хабарласқандағы бұл құлыптаулы есікті мына кілтпен ашқан. Содан әйеліммен әлденеге келісе алмағанда жастықпен тұншықтырып өлтірген. Сөйтіп үйден асығыс шығар сәтінде ме, әлде киініп жатқанда ма, әйтеуір мына бейджігі киім астына түсіп қалыпты. Мен осы заттарды алып, әлгі жігітке Қошқарға бардым кеше. Бәрін мойындады, және де ешкімге тіс жармаңыз. Бұрынғының бәрін ұмытып, жабулы қазан жабулы күйінен ашылмасын, деп жалынып, әйелімнің құнына қанша сұрасам да төлейтінін айтты. Мен $100.000 дедім. Ол шошып түсті. Бірденнен емес, біртіндеп беріп отырасың. Бірақ ауызбастырық үшін алғашқы $1,000,000 ертең әкелесің дедім. Сөйтіп бүгін бардым мекемесіне. Сөзге келмей шықты да қағазға ораулы мына буманы $1,000,000 қолыма ұстатты. Өзімнің қолтаңбам түспеу үшін орауын ашпадым. Мына кілт пен бейджікті де қолғаппен ұстап қалтаға салдым да, осы айғақтық заттарды түгел жинақтап, саған келіп тұрғанмын, деді Оспан. Мен емес өлтірген, деп зарлады Қошқар. Енді кім өлтірді? Білмеймін де білмеймін. Тіпті мені неменеге ұстап тергеуге алғанымды да түсінбеймін. Мұның бәрі не үшін, кім үшін керек болды? Жағында газетіме полицияның қылмыскерлерді ұстаудың орнына айдалаға лағып кететінін сынап жазған едім. Соның қарымтасын қайтаруға кіріскендердің шығар бұл, деп енді тергеушіге шаншыла қараған Қошқардың алдына целлофан қалтаға кілт пен бейджікті тастаған Едіге. Мына заттарды танисыз ба? Дегенде сәл-пәл кідірісті де, біраздан бері жоғалтып жүрген менің бейджігім ғой. Адамның жоғалтқан нәрсесін қай жерден тауып аласыңдар? Сол маңдағы қылмыс атаулыға соны жауапкер ете салатын тапқышбектеріңнен де хабарым бар менің, деп келесі қиырға қисая тартты Қошқар тілші. Ал мына кілт қай пәтеріңіздікі? Сұрақ емес сұрақ мұның. Менің қанша пәтерім болушы еді? Бір ғана үйім бар, соның кілті әрине. Әлде біреудің кілтін менің бейджігімнің жанына қосып, екеуін біріктіре өздерің аша алмаған әлде қандай қылмыстың айғақтық заты ретінде мойныма оп-оңай іле салмақпысың. Мен ондай қоқайдың талайын көргенмін. Жалаңды мойындата да, жалаңмен қорқыта да алмайсың. Көшеден тауып аласыңдардағы, деген Қошқардың жанкешті сөзін. Көшеден емес, өлген әйелдің үйінен табылды. Экспертизаны бұл заттардың екеуінен де төсекте де, әйелдің бетін жартылай жапқан жастықта да тек сіздің қол таңбаларыңыздың сақталғанын көрсетті, деп бөліп жіберген Едіге. Ал мына $1,000,000 кімге, не үшін беріп едіңіз? Деді де қағазға ораулы ақшаны үстел үстіне қойды. Осы кезде ғана тергеушіге сасқалақтай қараған Қошқар өзінің Оспан қазған оқпанға оңбай ұрынғанын аңғарды. Бұған дейін ол ақшаны өзінде алып қалып, мұның басын әбден қатыру үшін полицияға кілт пен бейджікті ғана тапсырғанға есептеп отырған еді. Сөйтсе мүлдем алдап соққан екен ғой ит. Сондай ойлармен біраз меңірейген Қошқар тергеушіге қарады. Жан бермек оңай емес, айналайын.
ұрлығымен ұсталып қалған баласына әкесі тан балам, таңсаң қалар жан балам деген екен ғой. Енді мен танғанымен жанның қалу қалмауы екі талайға айналды-ау. Мына көрсеткен заттардың бәрі де менікі, бірақ ол әйелді мен өлтірген жоқпын, деді сенімді үнмен. Бірінші, мына екі затты қайда, қалай түсіріп алғаныңызды айтыңыз. Осыларды әкеліп тастаған адамның әйелімен көңілім жақын болды. Пәтерінің артық кілтінің біреуін келіп тұруым және де тоқтаусыз кіріп шығуым үшін әйелі берген еді. Сол күні де күйеуім Алматыға кетті деген шақырумен барғанмын. Қарасам өліп жатыр. Содан тез киініп кетіп қалдым. Заттарды қалай түсіріп алдыңыз? Шешінгенмін. Жалаңаштанып па? Иә, несін жасырайын? Өліп жатқанын білмеймін ғой. Дайын төсекке мүлдем шешініп барғанмын. Өліп қалғанына көзім жетісімен асығыс киінген кезімде түсіріп алғанмын ғой. Өлтірмегеніңіз рас болса, неге бірденен бізге хабарламадыңыз? Қалай хабарлайын? Менің бөтен әйелдің қойнына баратынымды білсе, отбасым не болады? Өзім өлтіргенім жоқ. Қылмыскерді полиция іздеп тауып алар, тып-тыныш көрінбейін дегенмін. Тағы да тілші деген әжептәуір қызметім бар, оған да кір келмей ме? Біздің бастықтың атына жазған түсініңізге қарасам, журналистің қалам сілтесіне мүлдем ұқсамайды. Газеттегі мақаланы өзіңіз жазасыз ба? Әлде... Шынымды айтайын, өзім жазбаймын. Тінтуір аталатын мен сияқты 2-3 тілші қағазға қалам сүйкектемейміз. Тек жан-жақты аралап жүріп, тыңдай жүріп дегендей, көргеніміз бен естігенімізді шпаргалкамызге түртіп аламыздағы редакцияға жеткіземіз. Сонда тырп етпей отырып өңдеп жазатындар бар. Негізінен мен теледидарға ауысып кетпек ойдамын. Өйткені ондай жазбайсың, тек сөйлейсің ғой. Екеуара әңгіме, әуеннің жайма-шуақтана бастағанына қарап, жеңіл құтылудан дәмеленіп қалған қошқар едігенің. Мынандай ақшаны әр тұсты түткілеп жүріп жинаған екенсіз ғой. Әлде айлығыңыз жоғары ма? Деп үстелдің үстіне қайтадан шығарған бума қағазға үркіріңкірей көз тоқтатты. Оспан маған әйелімді сен өлтіргенсің деп сіздің қолыңыздағы 2 затты көрсетті. Мен өлтірмегенімді, маған дейін өліп қалғанын айттым. Ол ақыр соңында $100,000 берсең, іс тынып кетеді деді. Менде ондай сұмдық мол ақша қайдан болсын? Тас кенеше жабысқан пәлекетке жағдайымды түсіндіріп жалындым. Ол да бірден тұтас емес, шетінен аламын. Әзірге ауызбастырыққа $1,000,000 әкел деген соң, амалсыздан сұраған ертеңіне ұсындым ғой. Сөйтсем, зәлімнің мақсаты мені жан-жақтан шырмап апарып, сендердің торларыңа түсіру екенді. Бірақ тағы да қайталаймын, әйелді мен өлтіргенім жоқ. Біздің практикамызда қылмыскердің көше тәртібін бұзғаннан кісі өліміне дейін жасаған теріс немесе қылмыстық әрекеттерін өз еркімен мойындаулары өте сирек кездесетін жағдай. Мәселен, сіз де әйел өлімін мойындағыңыз жоқ, бірақ қолымыздағы деректердің барлығы да Айсапар жеңгемізді әдейі немесе байқаусызда өлтірген Қошқар Мошқалов екенін тайға таңба басқандай айқындайды. Ал сіздің ештеңені де маңайыңызға жолатқаныңыз да жоқ. Мен өлтірмегенімді мойындап отырмын ғой. Оныңыз мойындау емес, ақталу. Егер өлтірген менмін десеңіз, әне, сол мойындау болып шығады. Әйтпесе неменене жазсыз-ақ соттай саласындар ма? Жазықсыз екеніңізді мына деректер тұрғанда қалай дәлелдейсіз? Бұл қоқырсықтың бәрін жинап теріп әкелген Оспан маған жала жауып отыр ғой. Әйелмен көңілдес болғам, кегін қайтару үшін. Соны да түсінбейсің бе? Оспанның әкелгенінің бәрі дәлелді деректер. Оны ешкімде жоққа шығара алмайды. Ал Оспанмен сотта беттесесіздер. Егер сот кінәласуларыңа рұқсат берсе, сонда айтып ақталарсыз бәлкім. Онда да тек Оспан менікі жала болды деген жағдайда ғана. Ал қазірше сотқа дейін бізде жата тұрасыз, деді едіге. Қалай жата тұрамын сонда? Үйге не деймін? Жұмыстағыларға, редакторыма не деймін? Бір тағдырды быт-шыт еткендеріңді сезесіңдер ме сендер? Сізге шынымен де газетте емес, теледидарда жұмыс істеу керек. Жазбай-ақ тек сөйлей беретін. Деген едіге айдауылдарды шақыртып, Қошқарды камераға жөнелтті. Көп ұзамай қалалық ішкі істер басқармасының бастығы полковник Иса Қастеев майор едіге Нарұлын өзіне шақыртты. Сенің уақытша қамауға алған Қошқарының іздеушісі, сұраушысы жүдә көп екен.
қылмысқа қатысы жоқ жазықсыз жанды неге қамайсыздар дегендей сұраулармен менің телефонымды қыздырып жіберді. Өзіңнің оны қамаққа алуға дәлелдерің нақты ма? Деген полковник майордың тергеу істерін мұқият тыңдады. Содан соң білмеген сыртқы жұрт айта береді, отырсын, жазасына лайықты, деп шорт кесті. Ертеңіне кездесуге рұқсат алған Мошқаловтың әйелі күйеуіне қайрат берер деп күткен еді. Керісінше, бүкіл полиция басқармасын айқаймен аспанға көтерген ол күйеуіне: қойында жатқан ойнасыңды немен өлтірдің? Сенің басқанның тұншығып өлді ме? Соны тура солай мойындағында сотталып құры, өлтірген мен емеспін деп зарланып сыртқа шыққаныңмен үйге жолаудан дәмеленбе, табалдырықтан қайта аттаудан күдеріңді үз, көшеде қаласың қаңғып, егер түрмеге түспей босана қалсаң, менің ісім сенмен болатынын да ұмытпа, деп шаптыға айқайлағанда, Қошқар айдауылдан бұрын мойын ішіне тарта камераға қарай бүкілейдей жөнелді. Оны осы әбден шаршау қалпында көргісі келген едіге көп ұзатпай жауап алуға шақырған еді. Ол есіктен кіре отырар-отырмас еңіреп жылап жіберді. Өксігін басқан соң: бәрі құрыды. Енді сыртқа шыққанмен менде үйде күйде жоқ. Ешқашан болмайды да. Одан да мені әйелді өлтіргенін мойындады дегендағы тергеуіңді аяқтап, сотқа одан әрі түрмеге жөнелте бер. Бірақ ол әйелді өлтірген мен емеспін. Құдай атымен ант ет десең ант етейін. Өлтірген мен емес, деді күйзеле. Сен болмасаң ендігім? Білмеймін. Бәрі жарияға айналып, үй орманы өртенгендей халдегі менің енді ештеңені де білгім келмейді. Соттата бер, соттата. Одан басқа маған ештеңе де қалған жоқ, деп күңіренген Қошқар ащы жасы бетін жуа сорғалаған күйі камераға кетті. Оның мұң мен шерге толы көздері едігені ерекше ойға қалдырды. Бұл өлтірген мен емеспін деп шырылдайды. Сонда кім? Оқиғаға қатысты адам үшеу. Өлген әйел, оның күйеуі, Оспан мен көңілдесі Қошқар. Төртінші күдікті жоқ. Егер әйел тағдырына қатысты төртінші әлдекім бола қалған жағдайда, күдіктенетін біреу бар еді дегендей жорамалды Оспан ғана айта алады. Ал ол болса тікелей Қошқарға жабысып отыр. Онысы дәлелді де. Күйеуі қаралы оқиғадан бірнеше сағат бұрын пойызбен Алматыға шығып кеткенде есік іштен құлыптанып қалған. Бұл құлыптаулы есікті кілтімен ашқан Қошқар. Әйелдің өлгенін біле сала безе жөнелген ол да есікті қатты жапқан кезде әдеттегісінде іштен құлыптанған. Оны үшінші күні кілтімен ашқан Оспан. Үшеуінде 3 кілт. Дәл осы күні әйелде есікті біреуге ашуға, немесе ішінен де сыртынан да құлыптауға мүлдем жоламаған. Кілті сөмкесінде. Ал 4-ші кілт суырмада. Демек, 4-ші күдікті мүлдем жоқ. Өйткені есікті ешкім бұзып кірмеген. Тек өз кілтімен ашылған. Енді сырттан бірінші кірген Қошқардың бар жағдайы белгілі. Оспан бұл кезде Алматыда болған. Осы тұста ерекше көңіл аударатын нәрсе: әйелі Қошқардың көңілдестіктерін жақсы білген ол күйеуіне де қойыңдар деп жалыныпты. Ал әлгілер қысылып қымтырылмастан қолмен ұстап алдың ба деп мұны мазақ еткенге дейін ушықтырады араларын. Өзінің үйден кеткеннен кейін-ақ көңілдестердің тағы да табысатын ойлап, ыза буған Оспан әйелін өлтіріп жіберу мүмкін ғой. Содан соң дереу Алматыға жөнеп қалады. Жоқ, бұл дәлелді емес. Өйткені уақыт сәйкеспейді. Айсапар өлтірілген мерзімде Оспан пойызда кетіп бара жатқан. Осы Оспанның Алматыға сапармен дәл сол күні шыққаны рас па екен? Мерзімін білейінші деген едіге оның қаржы саласына қатысты мекемесінің кадр бөлімімен хабарласты. Бәрі дұрыс. Сол мерзімде пойызда билет алған. Сол күні жолға шыққан. Отбасындағы жағдайға байланысты сапар құжаттарын күні кеше ғана есепшілік бөлмеге түгелдеп тапсырған. Қолына осындай сенімді құжат десе де, едігенің жаны жай таппады. Иә, мұның Оспанға деген көңіліне күдік ұялатқан оның сапары емес еді-ау. Алғашқы сұрағындағы жауаптарынан әйелін өте жек көретінін, мәйіттің неше күн иістеніп жатып қалғанында да шіміркенбей тұрғанын аңғарып, бұл қалай деген сұрақ ойында қалғанды. Әйелдің қазалануында да
жерлеуінде де қайғырудың нышаны терпетпеді жүзінде. Ал Қошқардың қылмысын дәлелдеудегі белсенділігін, қамауға алған кездегі ерекше айызы қана қуанғанын сырт көзге сездірмейтін десе де, бәрібір қайғылы қатулы қабақ көрсете алмады. Бірақ сен неге өлгенге қайғырмадың? Біреуді қаматқаныңа сонша неменеге қуандың? Деп ешкімді де тергеуге ала алмайсың ғой. Дегенмен, бүткіл оқиғаның басты кейіпкері үшеу екен. Өзімнің көңілімде күдік қалмасын. Ақыры істің бұлай аяқтала салуына көңілім иланбайды ма? Оспанға қатысты деректерді де соңына дейін тексерейін. Егер оның жоспарлары таза болса, Қошқар әйелді өлтіруші жалғыз қылмыскердің нақ өзі. Оның көз жасы мен мұңды жанарына жаны ашыған мұның көңіл бостығы бекершілік болмақ. Вокзалға келген едіге шілденің 8-і күні таңғы 7-де Алматыға қарай жүрген пойыздың кестеден кешікпей қозғалғанын және де Алматыға да мерзімінде жеткенін анықтады. Содан соң диспетчер Баян Әлімқызына Оспанның суретін көрсетіп, «Мына кісі пойыздан кешіктім, немесе билетімді ауыстырып алайын» дегендей, кассадағы қыздарыңызға өтініш жасамады ма екен? Сұрастырып анықтап беріңізші, деді. Әуелі 8 шілдеде кассада кімдердің отырғанын біліп, солар бүгінде қызметтерінде болса, жауабын тез қайтаратынын, егер кезекті демалыс күндеріне орайласса, кешігетінін ескертті диспетчер. Өзінің деректік қағазын және де Оспанның суретін қалдырған едіге қызметіне оралды. Ертесіне телефон соққан диспетчер Баян сұраған адамның шілденің 8-інде билет алғанын, бірақ ауыстыру немесе кешіктім дегендей шағымданбағанын жеткізді. Қайтадан вокзалға келіп, мекеме бастығының орынбасарына жолыққан едіге, «Мен шілденің 8-і күні сіздердің вокзалда аялдап өткен сол пойыздың 7-ші вагонындағы жол серіктің кім екенін біліп, сөйлесе алам ба?» деп өзінің сұрау салу себебін, мақсатын қысқаша ғана түсіндірді. Өтінішіңізге байланысты мен Аққорған облысының вокзал басшылығымен байланысып, әлгі пойыздың 7-ші вагондағы жол серіктің кім екенін алдағы уақытта бізге қарай қай пойызбен қашан шығатынын анықтаған соң өзіңізге қорытындысын қосымша хабарлайын, деді басшының орынбасары. Арада бір күннен кейін мұның іздеген пойызы 7-ші вагонмен, сондағы жол серігімен 3-ші тәулікте Шымқаланың вокзалына таңғы сағат 7-де келетіні туралы мәліметті алды майор. Біраз жұртқа жұмыс тауып берген әрекетінің түйінінен не шығатынынан өзі де күмәндаңғыраған. Едіге жазықсыз адамның сыртынан өнбейтін дауды қылып, мәлімет жинаушыға айналмадым ба деп те қысылатын. Бірақ мұның не істеп жүргенін ешкім де, тіпті бастықтары да білмейді. Ал Оспанның мүлдем хабары жоқ. Болып жатса, әлгі шыр-шыр еткен Қошқарды түрмеден босатып, жазықтыны жапқызар. Ал болмай қалса да, өзгелерге келіп кетер ештеңе жоқ. Шаршаса өзі шаршайды екен. Тәуекел, ақыры бастаған соң, я бүк, я шік жасап тындырайын, дегенге бел байлаған еді едіге. Күткен тәулігі де есік қақты. Таңертең белгіленген мерзімде вокзалға келген едіге 7-ші вагонға барып, жол серігіне жолықты. Өзін Алмагүл деп таныстырған оған Оспанның суретін көрсетіп, сол күні осы кісіге қатысты оқыс оқиғаның болған-болмағанын сұрады. 8-і деймісіз шілденің? Ойбай, бір айдай мерзім өтіпті ғой. Әкеліңізші суретіңізді. Мидың жабылып қалған қатпарларын ашуға тырысайын, деген жол серік келіншек есіне бірдеңке түскендей кенет едігеге. Точно, помню. Сайрансуда өте болмашын минутқа айырылғанымыздағы есікті ашқанымызбен тамбурға шығуға жолаушыларға рұқсат етпейміз. Оның үстіне ол станциядан мінуші де, түсуші де некен саяқ. Кенеттен осы кісі әңгіменің жалғасын келесі бөлімнен тыңдайсыздар. Арнамнан алыстамаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.